Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Үрбіш Әмір, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге 4 түрлі суши роллдардың түрін жасауды және оның соусын қалай дайындаймыз, сол туралы көрсететін боламын. Ал сіздер каналға тіркеліп, жанындағы қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар, сонда менің келесі видеомды жіберіп алмайсыз. Бұл сушиді дайындау өте оңай, бар жоғы 20 минут пен 30 минут қана уақытты алады. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бізге осындай темір ыдыс қажет, отқа қоятын. Оған біз рисовый уксус 50 грамм құямыз, яғни күрішке арналған сірке суы. Оның үстіне 25 грамм қант, яғни құм шекер және 1 шай қасық тұз салып, кішкене араластырып жібереміз де отқа қойып ерітеміз. Қайнатпаймыз, тек қана мынау қант пен тұз еру керек ішінде. Міне осылай ішінде барлығы еру қажет. Келесі ыдысымызды отқа қойып, осындай арнайы сушиге арналған күріш болады. Кез келген маркетте сатылады бұл. Кішкене ірілеу болып келеді. Жақсылап 4-5 қайтара мөлдір су шыққанша шайып, тазалап жуып аламыз. Осылай ыдысымызға салып, үстіне су құямыз. Осылай суды құйып, бетін жауып қоямыз. Қайнағанша күтеміз. Оттың асы қатты жанып тұру керек. Енді қайнап шығып жатыр, кішкене араластырып жіберейін. Қайтадан бетін жауып қоямыз, жақсылап қайнау керек. Яғни күріш өзінің бойына судың барлығын сіңіріп алғанша біз қатты отта қайнатамыз. Міне әлі де су көрініп тұр. Тағы да бетін жауып қояйық. Міне енді қараңыздар, судың барлығын өзінің бойына сіңіріп алған. Осы жерде оттың астын өте баяу қойып, піскенше 10 минутқа бетін жауып қоямыз. Кейде 7 минутта пісіп қалуы мүмкін, енді дәміне қарайсыздар. Осылай жабысқақ болып тұрады. Енді бұны бөлек ыдысқа саламыз. Сосын осының үстіне жаңағы бірінші дайындаған уксус суды құямыз. Кішкене қою болуы мүмкін, сондықтан бірінші отқа қойып, тағы да сұйық етіп алыңыздар. Осылай құйып, жақсылап араластырамыз. Күріштің барлық жеріне жаңағы уксус суымыз тиген болу керек, сондықтан жақсылап араластырыңыздар. Мен осындай бір ыдысқа жеке тағы да салып алып араластырып жатырмын. Кішкене су керек. Енді сушидің арасына қоятын салмасын дайындаймыз. Бір қиярды осындай ұзынша етіп, біреуінің өзін 8 бөлікке бөлеміз, осылай жіңішке етіп. Қиярдың осы мынау дәндері тұрған шеті бар ғой, сол шеттерін алып тастаймыз, барлығының. Келесі крабовый палочка, краб таяқшалары керек. Келесі бізде қызыл балық. Мен сіздерге кеңес беретінім, кеспей жатып, әуелі оны морозильникке қойып алыңыздар, кішкене қатырып алыңыздар, сонда пышақпен жұмыс істеу өте оңай болады және жұқа кесуге де ыңғайлы болады. Осылай барлығын дайындап аламыз. Енді күрішті 4 бірдей бөлікке, яғни әр қайсысын 120 граммнан өлшеп аламыз. Әуелі қолымызды осылай жақсылап сулаймыз, өйткені күріш қолға өте қатты жабысады. Бұл сіздердің жұмыс істеулеріңіз ыңғайлы болу үшін. Және осы суды кейін төгіп тастамаңыздар, алдағы уақытта бұл керек болады. Бұл бізде циновка деп аталады, яғни роллды орау үшін қажет зат, немесе сушиге арналған коврик деп атасаңыз да болады. Екі бетін жақсылап пищевой пленкамен орап аламыз, және сушиге арналған нориді аласыз. Сенсой немесе чим-чим деген осы екі түрінен алыңыздар. Норидің бір беті жылтыр, екінші беті осында кішкене қодыр, кедір болады. Осы жылтыр бетін астына қаратып қоямыз, төмен қаратып. Қолымызды жаңағы суға жақсылап сулап алып, күріштің біреуін аламызды, осы норидің қақ орта беліне дейін орналастырып шығамыз, жайып. Қолымызды сулап-сулап тұрамыз, сонда жұмыс істеу ыңғайлы болады. Енді ортасына бірінші қиярды саламыз. Шетіне барлығына толық жету үшін кішкене бөлігін кесіп алдым. Краб таяқшасын, крабовый палочканы қоямыз. Артық жерін алып тастаймыз.
творожный сыр қосамыз. Оны осындай кондитерлік мешокқа салып, басын 1 сантиметрдей етіп кесіп аламыз. Немесе кәдімгі салафанға салсаңыздар да болады. Жұмыс істеу ыңғайлы, өйткені бұл қою болады. Енді жақсылап сіздерге ақырындап көрсетейін. Осылай орап шығамыз. Өте оңай, ешқандай қиындығы жоқ. Міне, бірінші орамы дайын. Енді мынау артық қалған жері жақсылап жабысу үшін осы жерін кішкене сулап жібереміз. Сонда жақсы жабысады да ажыралмайды. Осылай. Ары қарай ораймыз. Сіздерге түсінікті болу үшін кішкене ақырын етіп істеп жатырмын. Қолдарыңыз үйреніп кетсе, негізі бұдан да жылдам істеп үйреніп кетесіздер. Осылай жақсылап кішкене қысып қоямыз. Міне болды, дайын. Міне, көрдіңіздер ме арасын? Келесі, мына ковриктің өзін жақсылап сулап аламыз. Сосын осыған күрішті біріншісіне жарды белінейден орналастырып едік қой, тура солай жайып шығамыз. Осыған жарты нори қоямыз, жарты нори кесіп алып қоямыз да. Творожный сыр құямыз. Крабовый палочканы қоямыз. Керек емес жерін тағы да алып тастайық. Міне осыда кішкене ақырындап жұмыс істейсіздер. Міне жайлап аударамыз. Ақырын ғана үстінен басамыз. Жайлап коврикті аламыз. Міне осылай. Дайын болды. Үстіне жаңа қызыл балықтарды қойып шығамыз, тізіп. Үстінен тағы да коврикпен 1-2 рет басып шығамыз. Сонда әдемі түзу болып шығады. Міне осылай. Бізде екінші суши дайын. Үшіншісіне күнжіт керек. Күнжітті құрғақ табада 3-4 минуттай қуырып алыңыз. Сонда дәмді болып шығады. Кішкене қызартып қуырып аламыз. Оған да бірінші ковриктің үстін сулап алып, күрішті жаямыз. Қолдарыңызды сулауды ұмытпаңыздар. Жарты нориді қоямыз. Творожный сыр құямыз. Балық. Кез келген өзіңіздің қалауыңызша қойсаңыз болады. Авокадо қойсаңыз болады. Ол енді талғамыңызға қарай. Ақырындап алып үстінен осыны күнжітке аунатамыз. Жан-жағына жеткізіп. Сонымен үшінші суши дайын. Ең соңғы суши норидің жылтыр жағын төменге қаратып орналастырамыз да күрішті жаямыз. Қияр және қызыл балық қойдым. Творожный сырды қоймаймыз, өйткені бұл суши бізде жарны, яғни майға қуырып аламыз. Сондықтан арасындағы творожный сыр кішкене езіліп, майға шығып кетуі мүмкін. Яғни ортасындағы салмасы құрғақ болған дұрыс. Сыртын қуыру үшін бізге осындай панировочный сухари керек болады. Және кляр дайындаймыз. Ол үшін бір жұмыртқаға аздап су құйып, 1,5 қасықтай ұн саламыз. Ұнның мөлшері жоқ, себебі көз мөлшерімен өлшей бересіздер. Жалпы консистенциясы кішкене осы қоюлау болу керек. Ыдысқа құйып, сушиді аударғанға ыңғайлы болу үшін жан-жағын аунатып аламыз да. Панировочный сухариге орналастырып тағы кішкене аударамыз. Міне қызып тұрған майға салып, жан-жағын осылай қызартып қуырамыз. Бізде дайын. Әп-сәтте 4 түрлі сушиді дайындадық. Енді кесетін кезде осылай ортасынан кесіңіздер. Солай бірде кесу үшін әрқайсының ортасынан бөліп-бөліп ориентир аласыздар.
Және пышақтарыңызды кесуден алдын жақсылап өткірлеп алуды да есте сақтаңыздар. Мұнымен әлі біткен жоқ, біз әлі соусын дайындауымыз қажет. Ол үшін осындай соевой соус пайдаланамыз. 3 ас қасықты ыдысқа құйып, үстіне 3 ас қасық су қосамыз, яғни 1-1 құямыз. 1,5 шай қасық құм шекер салып араластырамыз. Құм шекердің ерігенін күтеміз. Сонымен біздің соус дайын. Құрметті көрермендер, видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер де ұнаған болса, лайк басып пікір қалдырды ұмытпаңыздар. Және төменде Instagram парақшамның сілтемесін қалдырып қойдым. Оған да тіркеліп, күнделікті сторисімнен пайдалы лайфхактар мен рецепттерді алып отырыңыздар. Сіздермен бірге болған Үрбіш Әмір.